Марғау мен күшік. Үйдің ауласы. Аулада кішкентай ғана марғау мен күшік ұйықтап жатады. Түс мезгілі болғанда екеуі де ұйқысынан оянып, асыр сала ойнап кетеді. Бір кезде алыстан жалтыраған бір нәрсені көріп таңданады. Мынау не екен өзі деп қарайды. Мысық, бәлкім қожайынның маған дайындаған тәтті сыйы шығар, деді ішіне. Мен өсекенде тышқан аулаймын ғой, дейді. Күшік, жоқ, қожайын алдымен маған сыйлықты беру керек. Себебі мен өскенде үй күзетемін, дейді. Екеуі таласа кетеді. Мысық күшікті аяғын тырнап алса, күшік мысықтың аяғын тістеп алады. Екеуі қатты өштесіп, күшік мысықты қуа жөнеледі. Дәл осы мезетте екеуі де кішкентай шұңқырға түсіп кетеді. Екеуі де аяқтарын қанап жылай бастайды. Қалай ғана шұңқырдан шығарын білмей әбден қиналады. Амалдарын жоғынан шұңқырды шығудың айласын іздестіреді. Ақылдаса келсе, мысық күшіктің арқасына мініп жоғарыға секіріп шығады. Қасқырдағы кішкентай ғана бұтақты тістеп күшікке әкеледі. Бір жағынан мысық, бір жағынан күшік тістеп күшікті құтқарады. Сөйтіп екеуі әбден шаршайды. Шаршағандары басылған күшік пен мысық бағанағы жалтыраған нәрсеге келеді. Қараса, күнге шағылысып жатырған айна екен. Екеуі бір-біріне қарап, жылтыра айнаға бола таласқандарына өкінеді. Олар бір-біріне кешірім сұра, мәңгі дос болуға уәде береді.